Менің жиенім Сәния екеуміз қазақ халқының жануарлар туралы ертегілерін оқып отырмыз. Арыстан мен түлкі. Арыстан қартайды, аңдардың бұрынғысындай аулай алмайтын болды. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгірде жатты да, аурумын, жүруге әлім жоқ деп барлық аңдарға хабар таратты. Аңдар бір-бірлеп арыстанның қалын білуге келеді. Арыстан аңдарды біреуін де қайтырмады. Бәрі де арыстанға жем болды. Бір күні түлкі келді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да, қалыңыз қалай тақсыр, деп көңілін сұрады. Қалым нашар. Неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан, біраз сөйлесейік, деді арыстан. Түлкі: мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кірген із бар да шыққан із жоқ, деп жүріп кетіпті.